4-ші патшалық жазбасы 4-ші тарауды ашсақ. Иә, 1-ші аяттан бастап қарасақ. Бірде пайғамбарлардың біреуінің әйелі елшіге бастырып, «Мырза, менің күйеуім қайтыс болды. Оның жаратқан ені терең қастерлеп өткенін өзіңіз білесіз. Ал енді бізге қарыз берген адам екі ұлымды өзіне құл етіп әкетуге келіп отыр» деді. Елші одан, «Сізге қандай көмек көрсетейін? Айтыңызшы, үйіңізде не бар?» деп сұрады. Әйел, «Үйімде бір құты майымнан басқа түк те жоқ» деп жауап берді. Елші, «Онда көршілеріңізге барып, бос ыдыстарын сұрап алыңыз. Тек аз емес, барынша көп сұраңыз. Содан соң ұлдарыңызбен бірге үйіңізге қайтып, есігіңізді ішінен бекітіп алып, майыңызды сол бос ыдыстарға толтырып құйыңыз. Толғандарын бөлек алып қоя беріңіз» деп тапсырды. Әйел одан шығып, дәл пайғамбардың айтқанында істеді. Ұлдарының әкеліп беріп отырған ыдыстарына өзінің құтысынан май құя берді. Ыдыстардың барлығы толғанда әйел бір ұлына, «Тағы бір ыдысты алып келші» деп тапсырды. Бірақ ол, «Басқа бірде-бір ыдыс жоқ» деді. Сонда құтыдан май ақпай тоқтап қалды. Әйел Құдайдың пайғамбарына барып болған жайтты айтып берді. Пайғамбар оған, «Майыңызды сатып қарызыңыздан құтылыңыз, ал қалғанын күн көрісіңізге жаратыңыз» деді. Аумин. Бірде бір пайғамбардың несі? Пайғамбарлардың біреуінің әйелі дейді. Қараңыздар, бұл кісі Құдайға ұнамды өмір сүрген кісі. Бұл кісі Құдаймен бірге болған кісі. Бірақ бұның үйінде мәселе пайда болды. Яғни, бұл кезінде қарыз болған, сондықтан біреулер келіп оған айтады. Негізінде Таураттың заңы бойынша, егер адам қарыз болатын болса, оның баласы немесе өзі құлдыққа кету керек болған. Қайтаратын нәрсесі болмаса. Сондықтан да бұл әйел мәселені кімге айтып кеп отыр? Елші пайғамбарға айтып кеп отыр. Елші пайғамбар кімнің адамы? Құдайдың адамы. Құдайдың адамына келіп отыр. Яғни, елші пайғамбар оған айтқан жоқ. «Жүр, мен саған кредит алып берем, қазір мынаны жаба саламыз» деп. Елші пайғамбар оған бір жолдарды көрсеткен жоқ. Ол тек қана Құдайдың ғана жолын көрсетті. Ол айтты, «Сенде үйінде не бар?» Ешқашанда жоқ жерге еш нәрсе егілмейді ғой. Не бар сенде? Кішкентай ғана нәрсе бар. Не бар сенде? Мысалы, емізде нандарым бар ма деп не істеді ғой жағы? Петр айтады ғой, «Мына 5.000 адамды қайтарып жібер» дейді, 20.000 адамды. Олар барып нан тауып алсын дейді. Біз оны тамақтандыратын ешнәрсе. А сендерде не бар? Бізде мынандай бар. Екі күлше, ол жете ме мына адамдарға? Мына адамға, соншама адамға деген ол тамақ бола ма? Айтады, «Маған алып кел. Мен оны көбейтем де, оны берем» дейді. Сол сияқты елші де келді. Елшіге де келген кезде елші айтты, «Сенде не бар?» Менде бір құты май ғана бар. Одан басқа түк жоқ». Ондай болса, не істейді? Көршілерінен барда бос ыдыстарды барынша көбірек қылып алып кел дейді. Сол кезде не істеді? Сол құтыдан майды құяды, толады. Былайша айтқан кезде, ол әйелге не керек болды? Ол нәрсені істеу сенім керек болды. Өйткені ол сеніммен сол нәрсені, ол мысалы майды қолына алады да құмыраға жақындатады. Егер күмәнданса, мына май бола ма, болмай ма? Елші что-то есі дұрыс па, дұрыс емес пе? Мына майдан мен қалай қарызымды құтыламын деп. Қалай мен оған бос, қазір кішкентай ғана майды құям, ол түбінде ғана қалады. Қалай ол құмыра толады? Ол сеніммен сол нәрсені жасай бастады. Сеніммен әрекет ете бастаған кезде ыдыс толды. Бір ыдыс толды. Вау! Шынымен елшінің айтқан рас екен. Екінші ыдыс толды. Үшінші ыдыс толды.
уже ол жүрегінде уже күмән ақырындап кете бастады. Ақырындап ол уже әкел бер ыдысты, әкел бер ыдысты, әкел бер ыдысты. Балалар беріп тұрды ыдысты. Бір сәтте май ыдыс жоқ деген кезде майда тоқтады. Содан кейін ол елшіге барып айтты. Не істедің? Енді осы болған жайттың бәрін айтып берді. Сонда пайғамбар оған айтты: майыңызды сатып, қарызыңыздан құтылыңыз, ал қалғанын күнкөрісіңізге жаратыңыз. Қандай қарыздар? Мысалы, адамның өмірінде ол. Мына жерде мысалы ол ақшалай қарыз болды. Ол майды сатып базарға шығарды. Біріншіден, ол әйелде сенім болды, ол сеніммен сол нәрсені істеді. Екіншіден, ол бос ыдыстарды қай жақтан алып келді? Көршілерден, сырттан дейді. Түсінесіз бе? Қазір мен бұның мағынасы бар, маған осы нәрсе ашылып, қазір мен білмеймін, жүрегім соған толып жатыр. Яғни бос ыдыс деген кім? Адамдар. Ол біздің көршілеріміз, ол біздің жақындарымыз. Біз соған майды құя бастаған кезде ол толайды оларда. Одан кейін елші бүйтіп айтты: барынша көбірек әкел деді. Барынша көбірек. Яғни барынша көп адамға Құдайдың сөзін жеткіз. Ізгі хабар. Ізгі хабарда құтқарылу бар. Ізгі хабарда шындық бар. Ізгі хабарда құдірет бар. Май бар. Яғни біз көбінесе біз кейбір уақытта ойлаймыз ғой, неге менде бұрынғыдай не жоқ, қуаныш жоқ, неге менде бұрынғыдай тыныштық жоқ, неге мен осылай болып қалдым деп. Өйткені біз бос ыдыстарды іздеп жүрген жоқпыз. Болмаса бос ыдыстарға біз құйып жатқан жоқпыз. Мәсіхші өзін өзі құтқарылу үшін шақырған жоқ. Біз құтқарылып қойдық Иса Масих арқылы. Енді біздің неміз не? Біз басқаларды құтқаруымыз керек. Басқаларға құтқарылу жолы туралы айтуымыз керек. Сол кезде сіздің майыңыз ол адамға құйылады. Бос, қай уақытта май тоқтап қалды? Ыдыс жоқ деген кезде. Құдайдың майлауын біз қазір тосып отырмыз. Бірақ Құдайдың майлауы біз әрекет ете бастаған кезде болады. Бос ыдыстарға майды құя бастағанда. Көршілеріміз, олар бос. Көшедегі адамдар, олар бос. Өйткені ол жерде бос. Адамдармен сөйлессе қалсан, бүйтіп айтады. Орысша айтқан кезде, я не живу, существую дейді. Мен әйтеуір ілдәләп өмір сүріп жатырмын. Әйтеуір ана жерге жетсем болды. Иса не деп айтады? Мен сендерге өмір беру үшін келдім. Және өмірлерін ағыл тегін мол болу үшін келді. Құдай әке бізге берген қай нәрседе ол игі. Құдай әке бізге берген қай нәрседе ол қасиетті. Сондықтан да біз ол адамға берген кезде Құдайдың қасиеті мен игілігін сыйлаймыз. Бізде не бар? Кішкентай ғана май бар. Бірақ егер біз ол майды басқаларға құя бастаған кезде ол көбейеді екен. Амин. Өйткені Құдайдың сөзінде не деп айтылған? Сенің басына жағылған май ешқашанда құрғамасын дейді. Екклесиастың кітабында, уағыздаушының кітабында білесіздер ғой, шаштарыңды не істеп жүріңдер дейді. Екінші жағынан, сенің басындағы май ешқашан құрғамау керек дейді. Яғни май әрқашанда болу керек. Бізде Құдайдың киелі рухы бар. Киелі рух бар болғандықтан бізде май бар. Біз жоқ деп айта алмаймыз.
Құдай біздің жүрегімізді майлап қойды. Құдай біздің өмірімізді майлап қойды. Одан кейін мына жерде тағы не деп айтады? Үйіңізге барып, есігіңізді ішінен бекітіп алып. Бұл нәрсе нені білдіреді? Есігіңді бекіту туралы біз қай жерден тағы да естідік? Мінәжат кезіңізде. Жеке мінәжат. Біз жеке мінәжат еткен кезде майды толтырамыз. Жеке мінәжат еткен кезде Құдаймен. Яғни мінәжат ол деген мақтан емес. Мінәжат ол деген көзге көрініп, мен деген бүйтіп жатырмын, мен 5 сағат мінәжат етіп жатырмын. Ол сіздің жеке қарым-қатынасыңыз. 12 сағат мінәжат етесіз бе? 24 сағат мінәжат етесіз бе? Ол сіздің Құдаймен жеке қарым-қатынасыңыз. Есігіңізді бекітіп алып. Сол кезде не дейді? Май толады. Май. Енді ол майды не істейсіз? Басқаға құясыз. Сол кезде тағы да бір қызық нәрсе, май, олар ыдыстан ыдысқа құйған жоқ. Бір ыдыстан құя берді. Бұның мағынасы неде? Ол май біздікі емес. Ол май Құдайдікі. Ол келдірықтан келген май болғандықтан, ол сіз арқылы ағады. Сіздер ме? Құдайдың бізге берген күшті жарылқауы, күшті батасы бар осы жерде. Одан кейін мына жерде тағы бір нәрсені түсінеміз. Ол айтады, қарызыңыздан құтылыңыз дейді. Біз ешкімге ешқашанда қарыз болмауымыз керек. Қандай да бір қарыздарыңыз бар ма? Ипотека алдыңыз ба? Кредит алдыңыз ба? Уақытымен төлеңіз. Қарыз болып қалмаңыз. Өйткені ол арқылы да Құдайдың атына кіркеледі. Мүмкіндік болса, қарызымызды уақытымен төлеуіміз керек. Екінші қарыз қандай қарыз? Сүйіспеншілік қарыз. Өйткені Паул айтады, бір-біріне қарыз болмаңдар дейді. Бірақ әсіресе сүйіспеншілік қарызын өтеп отырыңдар дейді. Бір-бірімізді сүю, ол бізде қарыз екенбіз. Римдіктерге арналған хат 1 тарау 14 аят. 1 тарау 14 аят. Гректер мен басқа ұлттарға, білімділер мен білімсіздерге ізгі хабарды жариялау менің парызым дейді. Орысшасында, оригиналда ол жерде айтылған, мен қарызбын деген оларға. Мен қарызбын. Біз ізгі хабар қарызымыз бар екен. Адамдарға, Қазақстанға, Алматыға біз қарызбыз. Қандай қарыз? Ізгі хабар қарыз. Білімділер мен білімсіздерге дейді. Гректер мен басқа ұлттарға дейді. Ізгі хабар қарыз бар. Сондықтан да біз Паул айтып отыр, мен танымаймын дейді. Білімді ма, білімсіз ба, грек па, басқа ұлт па, мен оның сөзін айтамын. Өйткені ол жерде 16 аятта не дейді? Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Ол Мәсіхке сенетін барлық адамдарды, алдымен яһудилерді, сондай-ақ басқа ұлт адамдарында құтқаратын Құдайдың құдіреті. Амин. Тағы бір қарыз бар. Қандай қарыз? Ол біздің ризашылық құрбандығымызбен сый тартуымыздың қарызы. Өйткені кітапта не деп айтқан? Сендер алып келіңдер маған дейді. Сол арқылы мені сынаңдар дейді. Тексеріңдер дейді. Яғни ол да біздің алдымыздағы қарыз болады. Ұрламаңдар деп айтқан. Ал ұрлау деген сөз, сіз ұрласаңыз бір нәрсені, сіз қарызсыз. Солай ғой,
Ұрлаған 5 есе қайтару керек. Ұрламаңдар деп айтқан. Одан кейінгі қарыз, тағы қандай қарыз бар? Кешіру қарызы бар. Орысшасында еміздің мінәжатының несін оқитын болсаңыздар, ол жерде долг деген сөз тұр. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Қазақшада күнә деген сөз тұр. А орысшада қарыз деген сөз тұр. Мен ойландым, неге олар қарыз деген сөзді қойды? Яғни, ол неден шығады? Бір-бірімізді сүю қарызынан шығады. Яғни, мен жек көрсем, кешіре алмасам, онда не? Мен қарызбын. Ол мені жек көрсе, ол маған қарыз. Сөйтіп бір-бірімізге қарыз болып жүрміз. Парыз деген ол міндет. Міндет. А қарыз деген ол сен оған беруің керек. Жауапкершілік. Сондықтан да кім айтады? Елші пайғамбар айтады, барда қарыздарының бәрін жап дейді. Қалғанына жарылқанып өмір сүр дейді. А Құдай берсе, ол жай бере салмайды. Сіздер білесіздер, Петрмен бірге балық аулауға Иса бірінші рет шыққан кезде не істеді? Өте көп балық ұстады. 153 ол кейінгісінде. Бірақ негізі 153-тің мағынасын білесіздер ме, не екенін? Негізінде кей кітапта цифрлардың мағынасы өте маңызды ғой, білесіздер ғой. 153 деген сөз бүкіл әлем деген сөзді білдіреді. Бүкіл әлем деген сөзді білдіреді. Былайша айтқан кезде алдында олардың торлары не істеді? Олар Израиль халқы ғана деп не істеді. А уже Иса қайта тірілгеннен кейін олар ауыз салған кезде 153 балық алып келді ғой. Ол айтады, бүкіл әлемге енді сендер барасыңдар. Енді Израиль халқымен шектелмейсіңдер. Түсінесіздер ғой, Сондықтан да бір-бірімізге деген қарызымызды уақытында өтейік. Кей кітапта не деп айтады? Құдайға тиістісін, Құдайға беріңдер. Патшаға тиістісін, патшаға беріңдер. Және де Петрдің хатында айтқан, патшаға тиісті алым салықты уақытында өтеп тұрыңдар деген. Бізге мәсіхші ретінде бізге анау, мынау, мынандай жолдар керек жоқ. Біз тура жол. Бірде мені деген пара беруге үгіттеді. Бере сал, тез документім бітеді. Мен айтым, жоқ. 5 сағат күтсем де документімді жасаймын. Неге? Өйткені деген мен пара берсем, сіз пара берсеңіз, әрқайсымыз пара берсек, онда біз қалай нені өзгертеміз? Осы Қазақстанда. Ол өкінішке орай кейбір уақытта біз солай тез мәселені шеше салғымыз келеді, а бірақ арыздан қайда қалады? А егер біздің арызданымыз дұрыс болмайтын болса, біздің сеніміміз де дұрыс болмайды. А сеніміміз дұрыс болмаса, онда біз Құдайға дұрыс қызмет ете алмаймыз. Өйткені кей кітапта не деп айтылған? 1 Тимотей 1 тарау 19 аят айтады. Арызданмен сенімдеріңді таза ұстаңдар. Кейбіреулер арыздандарынан безіп, сенімдерін құртты дейді. Сондықтан да өте маңызды екен, қарызымызды уақытында төлеуіміз керек. Және де осы жерде біз тағы бір нәрсені көре аламыз. Елші пайғамбар не нәрсені шешті тағы да? Яғни осы әйел адамның экономикалық, қаржылық мәселесін шешіп берді. Жаңа мен айтып атқаным, Иса да балықты көп ұстаған кезде, мысалы Петрға деген, Петр негізі ол
бизнесмен адам болған, иә. Ана бір шынайы, білмеймін енді, ана бір кино бар ғой, «Избранный» деген кино ма? Сол кинода Матай деген андып жүреді ғой, қарызыңды қашан төлейсің деп. Сол күні ана балық ұстаған кезде деген барып, ананы деген төлеп, асырып, еще осының үйіне қалады да, анаушы. Құдай берген кезде, ол бүйтіп титімдай қылып бермейді, ол төгіп береді. Өйткені Құдайдың сөзінде айтылған ғой, беріңдер, сонда сендерге де беріледі. Чайқап, нығыздап, толтырып береді. Тек қана не істеу керек? Біздегі кішкентай нәрсені қолдануымыз керек. Сеніммен қадам жасауымыз керек. Кішкентай ғана біліміңіз бар ма? Барыңыз үйретіңіз, барыңыз айтыңыз, Сонымен қатар біз кейбір уақытта біз ойлаймыз да, тек қана бағушы, елімізді жетекші барып бір адамды бағдарлау керек. Неге? Кей кітапта олай жазылмаған? Әрқайсымыз біз бағдарлай аламыз. Әрқайсымызда май бар. Егер тек қана бір бағушы барлығы адамға қарай жүретін болса, ол уақыты да жетпейді, мысалы. Бірақ әрқайсымыз бір-бірімізді бағдарлап, бір-бірімізді жетелеп, қалың қалай, не болып жатыр? Бір звонок қой, бір не, қалың қалай, не істеп жатсың? Құдай сені сүйеді деп жарылқап, мысалы. Давай кездесейік, бір шай ішейік деп айтса, мысалы. Зато сіздер не істейсіз? Екі қоянды бір оқпен атамыз, Біріншіден бағдарлаймыз, екіншіден біз шәкірт дайындаймыз. Іздеп барған жақсы екен. Лучше іздеп бару керек, іздеп барып. Сондықтан да бір-бірімізді сүюді үйренейік. Бір-бірімізді кешіруді үйренейік. Ешкімге ешқашанда қарыз болып қалмайық. Және мына Ильяс пайғамбар да мысалы Сарептаның жесірге барған кезде олай ел айтады. Менде кішкентай ғана ұн мен май ғана қалды. Мен қазір осыны тамақ жасап жейміз де, бүгін өлеміз дейді. Ильяс не дейді? Ада ел айтады, қазір біз мынаны жейміз де өлеміз деп тұр. Маған бірінші пісіріп алып кеш дейді. Өйткені Құдайдың сөзінде айтады дейді. Ол саған Құдай осы жарылқауды беретін болады. Осы ашаршылық болмаса жаңағы жаңбыр жаумады ғой, қуаншылық бітпейінше дейді. Сенде май мен ұн таусылмайтын болады. Кей кітапта айтылған, тіпті шөл далада қалған күннің өзінде мен сендерді гүлдендіре аламын дейді. Егер жан-жағыңызда бір шөл дала сияқты болып жатқан болса, бірақ оның бір ғана несі бар, не? Ең бірінші оны Құдайға алып келу. Кішкентай ғана нәрсені Құдайға алып келіңіз. Сол кезде Құдай алады да оны көбейтеді. Жарылқайды. Амин. Мына жерде мына ел айтады да, бір құты майымнан басқа түк те жоқ. Сол да жетеді. Керемет жасау үшін. Кейбір уақытта айтамыз, менде түк те жоқ. Бірақ менде мынандай бар. Сол да жетеді. Құдайдың кереметін көру үшін. Оған біз сенім артсақ, Құдайдың кереметін көреміз. Кейбір уақытта айтамыз, ойланамыз, кейбір уақытта айтамыз, адамдар келмей жатыр, басқа не істейді. Жоқ. Кішкентай ғана нәрсені құйып бастайық, Құдай өзі жұмысын жасайды. Қасымызда қаншама бос ыдыстар жүр. Кейде көршілерімізді қарасақ, басқаларды қарасақ, бос ыдыстар. Бірақ ол жерге май керек. Қуанышты май керек, тыныштықты май керек, сүйіспеншілікті май керек. Оны қайдан алады? Сізде бар. Қатты айтсам, біз қылмыскерміз. Егер бізде уланып атқан адамды көре тұра,
уға қарсы дәріні бермесек, біз қылмыскерміз. Иә, өйткені уланып атқан адамға да уды қайтаратын дәрі бермесек, бізде бола тұра. Түсінесіздер ме? Өйткені бізде бар нәрсе, сол нәрсені айтады. Өйткені бұл әлем уланған. Елші пайғамбардың тағы бір жерінде, білесіздер, сырттан алып келіп, пайғамбарлар тамақ жасайды ғой. Тамақ жасаған кезде сырттан алып келіп бір улы өсімдікті салып жібереді. Сол кезде бәрі тамақ ішіп жатыр да, ойбай, мұнда өлім бар деп бәрі шошып кетеді да. Сол кезде елші не істейді? Бір уыс ұнды алады да салып жібереді. Ұн деген не? Ол нан. Құдайдың сөзі. Құдайдың сөзін осы улы жерге сепкен кезде ол тазарады. Тағы бір жерде Ерихон қаласына барған кезде елші пайғамбарға айтады: мына жердің жері жақсы, құнарлы, бәрі нормально, бірақ бұл жерде су жаман. Елші не істейді? Маған ыдыс алып келіңдер. Ыдыстың ішіне тұзды салады. Содан кейін барады да оны қайнар көзге барады да тұзды себеді. Сол кезде су тазарады. Тұз деген не? Иә, біз Құдайдың нұрымыз. Тұздың мақсаты ол өлу. Қашан көрдіңіздер тұзды салғаннан кейін сол тұзды қайтадан жегендеріңізді? Ол еріп кетеді, ол жоқ болып кетеді. Бірақ ол дәм береді. Кейбір уақытта бізге де өлу керек шығар, дәм беру үшін. Иә. Осы әлем, Қазақстан болсын, Алматы болсын, мәсіхшілердің мінәжаты арқылы көтеріледі. Біздің өміріміз арқылы көтеріледі. Біз дұрыс жүре бастаған кезде, біз дұрыс майымызды бере бастаған кезде, біз өзіміз тұз болып себілген кезде, біз ұн болып себілген кезде, ұн болып Құдайдың сөзін сепкен кезде, әлем өзгеретін болады. Жан-жағымыз өзгеретін болады. Сондықтан да қауым ретінде біз шақырылғанбыз сол нәрсеге. Өзіміздегі кішкентай майымызды ұстамайық, төгейік. Мінәжат етіңіздерші, Құдай әке, кімге барып мен осы майыммен бөлісе аламын? Маған бос ыдысты көрсетші. Құдай әке міндетті түрде көрсетеді. Барыңыз, құйыңыз. Олмай тоқтамайды. Одан кейін тағы ыдысты көрсетеді. Сол ыдысқа құйыңыз. Сол кезде толы. Одан кейін не дейді? Базарға апарып сат дейді. Яғни ол нәрсе неде? Иса не деп айтады? Құлақтарына сыбырлағанымды не дейді? Үйдің төбесінен жарияландар дейді. Қараңғыда айтқанымды жарықта жарияландар дейді. Оның мағынасы неде? Сыртқа шығыңдар дейді. Тек қана ол үйде жасады барлығын, бірақ сыртта сатты. Амин. Қауым сыртқа шығу керек. Қауым өзіміз бағуды тоқтатуымыз керек. Құдай бізді неге шақырды? Құдай бізді басқа әлемге жарық болуға шақырды. Сіз жарықтар тұрған жерде жарық бола алмайсыз. Сіз қараңғыға барған кезде ғана өзіңіздің жарық екеніңізді көре аласыз. Солай емес пе? Құдай әке, рахмет саған. Сенің атың мадақталып жарылғансың әке, Құдай. Сенің